Ассалаумалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ораза айына байланысты жеңіл, оңай жасалатын тамақтың рецептісімен сіздерге бөлісемін. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Не жасасам екен дейтін кісілерге арналған тез, жылдам, оңай жасалатын тамақтың рецептісімен бөлісемін. Алдын ала ысып тұрған қазанымызға оливки масло құямыз. Және сиырдың етін осылай мен майдалап турап алдым. Осы қазанымызға салып, су тартылғанша 1-2 минуттай бетін жауып қоямыз, қуырамыз. Бұны қоңыр түске, румяный түске келем дегенше жаймеңдеп осылай қуырып, өзінің бабымен қуырып аламыз. Отының астыңғы оты орташа болу керек. Қатты болса тамағымыз онша піспей қалады, етіміз қатты болып дәмі онша болмай қалады. Мінекей осындай қоңыр түске болып шыққан кезде ары қарай басқа да көкөністерімізді салып қуыра береміз. Мінекей менің етім қуырылып дайын болды. Ары қарай сәбіз салсаңыздар болады. Сәбізді 2 минутқа қуырып алып, бетін қақпағын жауып 2 минутқа тұндырып қоямыз. Әдетте пияз сап жатады. Жоқ, мен бұл рецептің ерекше болғандықтан сәбіз саламыз. Сәбізбен етті 2 минуттай тұндырып, жаймеңдеп қуырып аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар болады, немесе пиязбен қуырсаңыздар да болады. Мінекей мен осылай 2 минуттай қақпағын жауып қойдым. Сонымен сәбізіміз әдемі болып сары түске шықты, қуырылып. Ары қарай пиязымызды саламыз. 1 дана пияз кетті бұған. 1 дана сәбіз кетті, және 200 грамм ет кетті, сиырдың еті. Менде сүрленген ет бұл жерде сиырдың, сондықтан бұған тұздың көп қажеті жоқ, өзінің тұзы шығады. Мінекей сәбізімізді, картопымызды салуға болады, бұған болгар бұрышын, кабачок салуға болады. Үйде қандай көкөністер бар, сонымен жасауға да болады. Тіпті асқабақ салуға да болады. Бұл жеңіл, оңай жасалатын кешкі ас және ифтарға берсеңіздер болады. Ауыз ашқанда ораза ұстаған адамдарға. Мінекей мен видеода мынау жасыл бұрыш, мынау кабачок деп көрсетіп жатырмын қолдарыммен. Осылай қуырып аламыз. Сөйтіп бетін 1-2 минутқа бұқтырып аламыз. Бұл жеткілікті. Кабачок та, болгар бұрышы да тез пісетін көкөністер. Ары қарай картопымды салдым. Мінекей осылай бір рет картопты да 1-2 минутқа жаймеңдеп көкөністермен бірге қуырып аламыз. Дәмі кіреді, әрі күшті болып шығады бұл ас. Ерекше ас, ешқандай қымбат дүкендегі азық-түлікті қажет ететін тамақ емес, жеңіл, орташа, тез жасалатын тамақ. Дәмді әрі жеңіл. Мінекей бәрін қуырып болдым. 1,5 стакан су құямыз. Қалауларыңызша тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Мен кішкене жарты қасық томат салдым. Осылай бетін 30 минутқа бұқтырып қоямыз. Жай отқа жеткілікті болды. Қатты оттың қажет етпейді. Сонымен біздің тамағымыз дайын болып шықты. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей 30 минутқа қойып қойдым, бетін жауып. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Мен және гарнирге алдын ала күрішті қайнатып, осылай ауыз ашқанға, ифтарға берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламатте болыңыздар. Қазақша YouTube каналының дамуына үлес қосып, лайк, комментарий, пікір білдіріп қойыңыздар. Сау болыңыздар.